Армысыз ағайын, қалдарыңыз қалай, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Грузиядағы екінші күн, бүгін 11 мамыр. 4 автокөлік сатып алдық. Біріншісі Outback, екіншісі Highlander, үшіншісі Askent, төртіншісі RAV4. Енді амандық болса тағы да 4 көлік аламыз. Ертең үшінші күн, сонымен тәмамдап, 4-ші күн амандық болса жолға Қазақстанға кері қайтатын боламыз. Қазір енді заказ іздеп жүрген жайым бар. Автокөлікті заказды шамалап қойдық, варианттарды ұсындық, көрдік, бірақ сонда да әлі де қарап атқан жайымыз бар. Осы бір сәтте сіздерге көліктердің бағаларында бір көрсетіп өтейін. Достар, ендеше 4-ші 9-ші секторда қандай көліктер тұр, соның бәрін көрсетіп шығайын. 2023 жылға өкінішке орай баға жоқ екен. Foreigner'дың 22-ші жылға BMW баға жоқ. $9,500 Malibu тұр, достар. 9500, 2016 жылғы 1.5 дейді. Ары қарай кеттік. Енді бұл көліктерді біздің қазақтар ала қоймас. Ары қарата Mitsubishi $9300, 2.4 объеммен, 55, $8800. Өздеріңіз көріп тұрғандай 12500-ге Chevrolet, Lexus $16000-ға, тағы да Chevrolet $12000. Optima бізде 2019 жылғы $6700, $7300-ға тағы да бір Optima тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау 80.000 миль болатын болса, мынау 107.000 миль. 2018 жылғы тағы бір Optima тұр, 6700, 39.000 миль дейді. Жүріс жақсы екен. 6700 деп арзан беріп тұр екен. Outback 2020 жылғы $15900. Мынаның түсі сондай өте әдемі екен. Мына видеодан, камерадан сіздерге көрініп тұрма белгісіз, бірақ өтте сонда керемет түс екен. 26.000 мильмен 15.900 деп тұр. Достар, бұлардың бәрі стартпаға. Ары қарата кеттік. Tucson. Бағасы жазылмапты, жазған, бірақ сиялап тастаған 2022 жылға. Ары қарай кеттік. Мына Highlander гибрид 2020 жылға өкінішке орай бағасы көрсетілмепті. Ар жақта мына Highlander'ларды көрсетіп шығайын. Арғы Highlander'дан бастайық. Содан 9-ші секторда толыққанды аралап шықсақ, оның өзі біраз уақыт. Сонымен, мына бір Highlander'дан бастайық. 2019 жылғы Platinum деп көрсетіп қойған. 96.000 мильмен, 3.5 объеммен. Баға өкінішке орай жоқ екен. 2016 бұның да бағасы жоқ. $18,500 Restyle. 2018 жылы 10-шы айында құрастырылған, 23.000 миль деп көрсетілген, 18,500 деп тұр, достар. Ары қарата 2017 жылғы тағы бір Highlander 76.000 мильмен баға көрсетілмеген, пленка жабыстырылған екен. Ары қарата 2019 баға өкінішке орай жоқ, 18-дің де бағасы жоқ. Мына көлік сатылып кеткен, таблосын алып тастаған. Elantra 2021 жылғы $9,500 деп тұр. Бағасын күшті айтып тұр екен. 33.000 мильмен $9,500-ға 2021-дің жаңа Elantraсын алуға болады, бірақ комплектациясы пустой екен. Ары қарата мінекей бір Sonata тұр, $7,300 2018 жылғы. Қазір соңғы кезде байқасам, мына Sonatалар неге кезінде осы Sonatалар сұмды қалды да? Былтырлары, оның алдыңғы жылдары өтті көп алды. Бізбен турмен келген адамдар да көп алып атты. Өзінше келіп атқан адамдар да талай алып атты. Optima Sonata дегендер сұмды қалатын. Қазір неге екен белгісіз. Бұл көліктер өтпей қалған, тіпті өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. 6700, 7300 деген сияқты өлім сүреген бағаға түсіп қалған. Кезінде бұлар кемінде 8,5, 9,5 мың сұрап тұратын еді. Ары қарай кеттік. Өзіміздің бір пәлсапамызды айттық. Қалғаннен өздеріңіз көресіздер. Honda Accord бізде 81.000 мильмен баға жоқ екен. Мына бір Forrester'да әдемі көрініп тұр. 2018 жылғы баға жоқ. 13.900-ға мына Chevrolet тұр. Тағы да мына Sonatаны бір көрсетіп өтейік. Мінекей айттым ғой, $7,700 деп тұр. Яғни бағалар Sonatалар ешкім алмай қалған қазір. 16.900-ға Outback 2021 жылғы. Мына Outback'тың бағасы жоқ. Мінекей тағы да бір Optima 2019 жылғы $7,500 деп тұр да, мысалға. $7,500. Мына 55-іңіз $8,500 деп тұр, достар. 8,500. Мына жаққа енді қалып кетпесін. $8,300-ға мынадай Forester тұр. 8300-ге, бірақ енді комплектациялар төмен екен. 7200-ге
2014-тің Outback'ы тұр. Бірақ енді достар, сонау жерден келгеннен кейін мынандай мүмкіндігінше 2014-15-тер емес, ең болмаса 17-18 жылда алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Сәл азғантай бір $1000 қиналсаңыздар, бір 500 мың теңге ғой. 50-лік $8500. Forester $14000 жылы. Бұл 2019 жылғы limited, яғни максималды комплектацияның бірі. Camry 55 $8800. Түр әлбеті өте жақсы екен, әдемі көрініп тұр. Мына 55 $8800. Сонымен, мінекей мына 55-тің жанында тағы бір Optima тұр. 2019 жылғы $8000. Одан ары қарата мына Tucson $11000 бір Tucson тұр. 2019 жылғы 65 милмен. Екінші тағы бір Tucson 10500. Мына Tucson'дардың да биыл бағы жанбады. Tucson'ды да сұмды қалатын еді баяғыда. Қазір қазақстандықтар осыны көп алып, көпшіліктен көріп, бәлкім осы көліктерден шаршадау деймін шамамен. Сол себепті Tucson'ды ешкім алып атқан жоқ. Мінекей биылдың хиті Outback деп айтсақ болады. Биыл хит болып атқан көліктер Грузиядан алып атқан осы Outback'тар. Мұның бағасы қазір 11700 деп көрсетілген, максималды комплектация 121 мың миль дейді. Одан кейін достар айтып өтейін, Outback'тардың пробегтері, яғни жүрісі сәл көбірек болады. 50 мың, 60 мың, 70 мың миль көретін болсаңыз жабыса беріңіз. Одан айырылмаңыз. Көбінесе бұлар 100-120 мың орташа есепте. Менің бір байқағаным, ақштағылар Outback'пен көп жүргенді ұнатады екен. Бұл осы Грузиядағы көліктердің жүрістеріне қарап пайымдап айтып атқан сөздеріміз. Гибрид 112 мың мильмен, баға жоқ. Тағы бір гибрид RAV4, бағасы өкінішке орай жоқ. Ары қарата кеттік, жалғастырайық. Бірақ достар, осы Грузияға келген кезде мына менің артымда тұрған Seltos қарайтын болсаңыз шатасып кетпеңіз. Өткен жолы Грузияға мен бір келген кезде қытайлық Seltos тұрды. Мен өзім Қытайдан автокөліктер тасыған сәтте қытайлық Seltos'тардың ішкі салоны, сыртқы дизайны, фаралардың ерекшеліктері деген сияқты, оның вин-кодтары деген сияқты барлығын жақсы білем. Сондықтан да неге екен белгісіз, үшінші секторда қытайлық Seltos тұр екен, оны американец деп сатып жатыр. Мен одан кейінгі тағы бір турда келген кезде ол Seltos сатылып кеткен екен. Бәлкім бір білмейтін қазақ келетін болса, сол қытайлық Seltos'ты алып Грузиядан Қазақстанға барып айдап жүрген шығар. Ол негізі Қазақстаннан алған арзанырақ шығады қытайлықты Грузиямен салыстырмалы түрде. Сондықтан да Грузияға келсеңіздер тек америкалық нұсқадағы автокөліктерді аласыздар. Так, ары қарата 16500 2021 жылғы 16500 Santa Fe баға көрсетілмеген. Мынаны 12 мыңға берем деп тұр. Аса бір қатты қорқынышты емес Carfax. Ар жақтан оң жағынан соққы болған. Мына оң жақ қанатынан 14200 деп тұр. 12-ге берем, ақша керек, алып кетші деп тұр. Бірақ 2019 комплектациясы аса керемет емес, пустой. Highlander кеттік, тағы да бір көрсетіп өтейін. $30,000 2021 жылғы. $14,000 2020-ның Seltos'ы. Мына Santa Fe сатылып кеткен екен. Бүгін ғана кеп көрген едім, сатылып кетіпті. 2021 21300-ға 300-ге 2021 жылғы Sorento тұр. Chevrolet бағасы көрсетілмеген. Ары қарата тағы көрсетейін. 20 жылғы жоқ баға, Sportage-дің бағасы жоқ, Santa Fe-ның бағасы жоқ. Негізі мына осы жердегі қатар бір өзім бір бағаларын көрсеткенді ұнатпайды. Солай жұмбақтап жүреді. Қысқасын айтқан кезде, адам келген кезде адамның жүріс-тұрысына, оның сөйлеген сөзіне, психологиясына қарап, бағаны мүмкіндігінше қымбатырақ қойып сатқысы келеді. Сондықтан да баға көрсетілмейді бұл жерде. Бұл жердің сатушыларын да білем. Сонымен бастапқыда қымбат баға айтып тұрады. Қымбат десең түсінбейді. Дұрыстап саудаласайық десең түсінбейді. Сосын кетіп қалғаннан кейін біраздан кейін звондап тұрады. Мынандайға алсай деп. Яғни эмоциямен ойнайды. Бәлкім қымбатқа сатып қалам дегендей. Ол енді әбден стиль дейміз ғой. Олардың жұмыс стилі сондай. Демек осыған дейін қазақтармен солай жұмыс істеп, мүмкіндігінше ол қазақ болсын, басқа болсын, қымбатырақ сатуға олардың жұмыс істеу осы тәсілі сәтті болып атқан шығар. Бәлкім сондықтан да бағаларын жазбайды. Ал кейбір қатарлар бар, бағаларын кәдімгі көрсетіп қояды. Беретін жерім осындай деп ауызбен айтып отырады. Мына қараңыздар, қып-қызыл Santa Fe тұр, 2.5.
32 мың мильмен сондай әдемі екен. Тек қызыл түс деп кейбір адамдар қашпаса, болмаса өте сондай сұлу екен. Сырт көзбен қарасаңыз сондай әдемі екен, қандай тамаша. Бағасы көрсетілмеген. Мына Highlander Limited, бұның да бағасы жоқ. Santa Fe 20 бағасы жоқ. Өзі сондай, мына 9 бен 8-дің бастамалары әлі де сол баға көрсетілмейді. Мына жерде 300-дікті көрсетіп қойыпты. Бұл 2014 жылғы негізі 200-ка 200-дік 2014 жылғы 85 мың мильмен, бірақ бұның алды, бұның арты, мына титан дискілері, тіпті ішкі салонға дейін дәл осы 300-каның стилінде переделка жасалынған, яғни өзгертілген. Сондықтан да бұның бағасы $43,200 деп көрсетілген, бірақ енді бұны біле бермейтін адамдар байқамай қалуы мүмкін. Бірақ десек те енді сауатты жасалған, ішіне кірсеңізде бір 300-діктің ішінде отырған сияқты әсер аласыз. Бірақ бұл негізі 200-дік құжат бойынша. Аскент $19,500, 2019 жылғы 2,5 объеммен 50 мың миль жүрген $19,500. Біз осындай Аскент алдық, оның бағасы $19,200. Ол 2021 болған, мынау 2019. Сондықтан да біз өте салыстырмалы түрде өте жақсы алдық, және де мына комплектациясын көріп жүрейік. Біздің алған комплектациямыз ең максималды комплектация болатын. Бұл да максималды комплектация екен, 2019, бірақ $19,000 сұрап тұр, $19,500 сұрап тұр екен. Біз 21-ді 19-ды 200-ге алдық, салыстырмалы түрде жақсы алдық. Еще комплектациясы да керемет. $9,000 мынадай 55 тұр, $9,800 деп көрсеткен, 2015 жылғы. Түрәлпеті жақсы екен, титан дискілері комплектация бойынша жоғары екен көрсетіп тұр. Мінекей мына RAV4-ті көрсетейік, бағасы қанша екен. 14 жылғы баға жоқ, Highlander баға жоқ, Sienna көрсетші деп сұрап жатқан халық бар. Бағасы да жоқ, өкінішке орай көрсете қойын десең, мінекей мына Highlander-ды көрейік. Бұның да бағасы жоқ, ал мына Sienna $19,300. 2019 жылғы 3,5 объеммен 140 мың жүрдім дейді. SE комплектацияда маған дәл осы морда дейміз ғой. Мінекей мына салыстырмалы түрде екеуі қатар тұр ғой. Маған неге екені белгісіз, осы түр ұнайды, мынау мен салыстырмалы түрде. Бұл $14,000 деп көрсетілген, 2014 жылғы. Так, Outback көрсетіп өтейік, 9,800, 2014 жылғы. Volkswagen-дар, бұл Ресейдің нарығына деп осыған дейін айтқан болатынбыз. BMW-ны көрсетіп өтейін, 2015 жылғы баға өкінішке орай көрсетілмеген. Әлде мынаны көреміз ба, достар? Бағасы да өкінішке орай жоқ, Santa Fe бар. Қысқасы, достар, осылай. Мүмкіндігінше бағасы бар көліктердің барлығын көрсетуге тырысып жатырмын. Дәл осылай тапсырыс іздеп жүрген сәттерде мүмкіндігінше әр нарықты осылай көрсетуге тырысамын. Жаңа 9-шы сектор мен 8-шы сектордың бастапқы жағын көрсетіп өтсем, амандық болса, ертеңгі эфирде 8-ді ары қарата жалғастырып 7-ні көрсететін болам. Дәл осылай сіздер Грузиядағы автокөліктердің бағасын тікелей онлайн қарап біліп отырсаңыздар болады. Ал енді Грузияға қашан барасыздар деген сұрақ болатын болса, амандық болса, 23 мамыр күні қайта келеміз Грузияға, автотурмен бірге келіп, автокөліктерді бірге тексеріп, таңдап, қайта кері Қазақстанға дейін бірге қайтатын боламыз. Сондықтан да еңбек демалысын алатын жандар, Грузияға барам деп жоспарлаған жандар мархабат, нөмірді көрсетіп кетем, хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, қуана сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Ендеше Алла абыройдан айырмасын. Ертең келесі эфирде жолыққанша.